Бүгін бейбітшілік бастауы бірлік күні. Осы мереке қарсаңында президент саябағында 500 түп ағаш егілмек. 130-дан астам ұлыстар мен ұлттарды біріктірген бұл мереке бүгінде өңіріміздің барлық аймағында тойлануда. Айта кетейік, бүгінде облыстық ассамблея жанында 11 этно-мәдени бірлестік жұмыс жасайды. Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінде Қазақстан халқы ассамблеясы орталығы тағы да бар. Өңірде ұлтаралық татулық пен қоғамдық келісімді сақтау және облыстық ассамблеяның қызметін жандандыру, қоғамдық саяси рөлі мен маңызын арттыру бағытында бірнеше жұмыстар атқарылуда. Бұл жұмыстар татулық пен достықтың ерекше белгісіне айналған. Я поздравляю всех наших горожан с праздником. Бүгін мереке 1 мамыр, Қазақстан халқының бірлігі күні. Барша азаматтарды мерекемен құттықтаймын. Баршаңызға денсаулық, тыныштық, жақсылық, бақыт, береке тілеймін. Бүгін мереке ерекше форматта өтіп жатыр. Шараны президент саябағын абаттандырып атап өткеніміз жақсы деп ойлаймын. Біз еліміздің әдемі болып гүлденгенін қалаймыз. Мерекеге жастарды шақырып, оларға ұжымдасып, бірлікте жұмыс істеуді көрсету арқылы саябақ одан әрі көркейе түседі. Бұдан бөлек сыр өңіріне таза Қазақстан, таза аймақ науқаны аясында 5 кезең бойынша көгалдандыру, тазалық шаралары ұйымдастырылуда. Акция аясында әр аптаға таза өлке, киелі мекен, жасыл аймақ, өнегелі ұрпақ, мөлдір бұлақ тақырыптық атаулар беріліп, абаттандыру жұмыстары жасалуда. Ақтоты Жұмабекова, Нұрбол Нұрланұлы, Сабыржан Қаратаев, Индира Раисова, Қызылорда қоғамдық телеарнасы.